Ұлттық ұланның ерлер қоры Брасловский Зарницы халықаралық фестивалінде жеңіске жетті. Беларусь Республикасы Браслов қаласында өткен дәстүрлі мәдениеттің ең көне фестивалінде жігіттеріміз 500-ге жуық қатысушыдан оқ бойы озық шықты. Байқау әртүрлі ел мен аймақтан 24 вокалдық ұжымды жинаған, ал енді біздің жігіттер оқ бойы оза шапты, 100-ден жерік мыңнан тұлпар атамыз. Сондықтан қош келдіңіздер мырзалар, жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Енді жеке-жеке танысайық сіздермен. Бауыржан Алтынбеков, лейтенант, Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер қорының көркемдік жетекшісі. Және Әділ Шагиров, Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер қорының хорс-мейстері. Сондай-ақ Нұрбек Хасан, осы ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер қорының солисті. Дұрыс қой. Көргенге қуаныштымыз. Ең әуелі байқау қалай өтті, содан бастасақ. Әсерлеріңіз әлі басылмаған шығар, жеңіске жеттіңіздер оның үстіне. Абырой болғанда барлық дайындық жұмыстарымыз зая кетпеді. Ойдағыдай, өзіміз армандағандай жеңіске жеттік. Әрине, өте қуаныштымыз осындай жоғары деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі осындай хор өнері байқауында топ жарып жеңіске жетіп жатқанымызға өз басымыз бір төбе болып қуанып жатқан жайымыз бар. Әлі күнге дейін шыны керек сеніп жүрген жоқпыз. Келгенімізге бір аптадай болды. Бұл байқауға тек әскерилер емес, әртүрлі бақта хорлар қатысады ма, жоқ әлде тек әскерилер ме қалай? Жоқ, бұл байқаудың негізі тарихы өте терең. Ең алдымен жаңағы Браслов деген қаласы, Беларусь Республикасы. Сол қаланың 960 жылдығы тойлануда осы жылы. 10 ғасыр деп айтса болады сонда. Ал жаңағы осы фестивальдің, Брасловский Зарницы деп аталады, фестивальдің өтіп жатқаны, жыл сайын өтетін фестиваль 58-ші рет өтіп жатыр екен, қатарынан. Бұл да тарих тереңдегі фестиваль, Бұл фестивальдің енді басты бағыты жаңағы халықтар арасындағы, елдер арасындағы достықты нығайту, хор өнерін дамыту. Және де осы 58 жыл тарихы бар фестивальде Қазақстанның атынан хор жалпы, және бізде ерлер хор өздеріңіз көріп отқандай алғаш рет өнер көрсетіп тұр екен. Бірден жалғыз қалдыңыздар ма? Бірінші рет қатысып, бірден жүлдені жұлып келді. Жеңіске жетелеген қандай ән болды? Қандай ән шырқадыңыздар? Қандай туындымен бардыңыздар? Жігіттерді сөзге тартайықшы, сіздер қармейстеріміз айтып жіберсін. Онда мәйден, біздер де енді онда барған кезге конкурсқа біз өзіміз 3 әнді дайындап бардық. Соның ішінде атап кететін болсақ, біз өзіміз қазақ болғандықтан қазақ әндерінен шашу ретінде абай әндерінен попурриді айттық. Ол көрермендерге ерекше ұнады. Олар ондай әнді естімеген соң, біздің тілді білмеген соң, біздің жаңағы әуенімізге тәнті болды орындағанымызға. Біздің ұлы абайды біледі екен ол кісілер. Естіген кезде ойда құттықтап 180 жылдығымен осы жылы. Содан кейін біз жаңағы «Выйду ночью поле с конем» деген әнді айттық, Игорь Матвеенконың. Және одан бөлек біздің бір жаңа айтып кеткендей қазақ тіліне үлкен назар қойдық. Және де өзіміздің жеке концертімізді бердік. Көптеген жаңағы қатысқан хор ұжымдарының арасынан бізге ғана сондай. Сол Браслов қаласында концерт бердіңіздер ме? Сол фестивальді ашып бердік деп айтсақ та болады. Фестивальдан бір күн біріміз ертерек бардық тағына өзіміздің жеке концертімізді. Бір жағынан дайындық болды дейсіздер. Әрі дайындық сол сахнада, сол дайындық жерде. Ол деген біз үшін өте үлкен абырой болды. Қазақстаннан барып, ана жерде шетелде жеке концерт беру деген ол өте үлкен құрмет болды. Мәртебе, енді хор бірнеше адамнан тұрмайтыны белгілі. Хорда жалпы қанша адам бар, Нұрбек мырза? Хорда бізде қазіргі таңда 12 адам ерлер бар. Алға қарай бұйырса, енді сәтін салса, тағы да қатарымыз көбейеді деген ойлаймыз. Өйткені бізден әскери қызметте болғаннан кейін ең бірінші бізге әскери билет керек. Міндетті түрде. Содан кейін ән айта алу керек. Ән айта алу керек. Музыкалық білімі болу керек. Түр келбеті сай келу керек деген сияқты. Бойы 1.85 төмен болу керек. Бірдей болу керек. Әзірге енді сол өзімізде қазір үшеуміз қазір эфирге келіп тұрсақ, басқа жігіттеріміз бар. 12 жігіт болып біз сол фестивальға барып келгенбіз. Әлде бірге қызмет атқарып отырмыз.
Тамаша. Қандай бағыттағы әндер көбінесе сіздердің қоржындарыңызда? Баса-аяқ қанша ән бар? Хор жайлы айтыңыз. Енді бізді ойлап жатады енді осындай стереотип деп айтады ғой. Патриоттық әндер бар. Тек қана әскери хор, Мен де тек қана сөйтіп ойлаймын. әскери әндер айтады. Олай емес. Бізде біріншіден айтатын барлығы таңғалады. Кеше біз эфирлерден қарасаңыздар көруге болады. Жаңа фестивальге қатысқан ұжымдардың өздері де тек үлкен кісілер. 40+, 45 Орта буыннан асқан. Ал бізде деген керісінше, бізде жас жігіттер, барлығы жаңағыдай бойлы, сойлы, көрікті жігіттер, барлығы таңғалады. Қалайша қайдан жиналған бұл жігіттер. Есімдеріңіз, көріктігіңіз. Ал репертуарға келетін болсақ, біздің репертуар дәл қазір 200 әннен асады деп айтсам да болады. Ол әртүрлі жанрда. Әрине ең алдыңғы шетте бізде жаңағы өзіміздің жаңағы жас буынға, әскери қызметшілерге, отын алдында жаңағы әскери борышын өтеп жүрген сарбаздардың рухын жігерлендіретін әндер, жаңағы әскери әндер, соғыс әндері, одан бөлек біз жаңағы шетел әртүрлі тілдерде, түркше, ағылшынша, итальянша және халық әндерінен рокқа дейін айта береміз. Сол үшін бізде ешқандай қатып қалған қағида жоқ. Енді 8 наурыз болған кезде әріптес ханымдарды құттықтаған кезде еш қиналмайды екенсіздер ғой. Балтиядан бастап жіберетін шығарсыздар. Кез келген жанрдағы әндейсіз. Жақсы, сәттілік, алғыс тілейміз. Сіздерге алғыс білдіреміз бүгін студияға келгендеріңізге. Қазір біздің сахнада, кішігірім студияда қандай әнді орындамақшысыздар? Өз елім деген ән тартып өтейік сіздердің құрметтеріңізге. Бұл патриоттық Қадыр Мырзаның сөзіне жазылған Нұрғызар Зелиевтің әні өз елім. Мархабат ендеше. Үнтаяқты микрофон қолдарыңызға ұсынайық. Рахмет сіздерге. Сахнаға. Ал құрметті көрермен, осымен біз бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Ертеңге дейін күн жақсы. Ал күн сайын 12:00-де бүгін лайв бағдарламасын қосыңыздар. Тікелей эфирде қауышқанша аман сау болыңыздар. Дәл қазір ұлттық ұлан әскери хорының орындауындағы бір тамаша әнді бірге тыңдайық.